күн, құрметті достар. Дәуір тұлға қоғам атты айдарымыздың кезекті саны Қаныш Имантайұлы Сәтбаевқа арналады. Биыл белгілі ғалымның туғанына 125 жыл толғалы отыр. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев ғалым, инженер, геолог, заңгер ғана емес, сонымен қатар қаламгер де болған. Ол 10 жылдық қазақ мектептерінің алгебра оқулығын жасаушысы, сонымен қатар Абай Құнанбайұлының шығармашылығының алғашқы бір басылымдарының редакторы болып табылады. Академик, геолог және қоғам қайраткері 1899 жылы 12 сәуірде Тендік ауылынан 1 километр қашықтықтағы Айрық деген жерде дүниеге келген. Дүниеге келген сәбиге Ғабдул Ғани деген есім берілген. Анасы ұлын еркелетіп Ғани, Қаныш деп атаған. Артынша баланы барлығы Қаныш деп атай бастаған. Қаныш Сәтбаев ауыл молдасынан білім алады. Ол араб, парсы тілдерінде оқыған. Мұнан кейінгі 2 жыл көлемінде Сәтбаев уездегі алғашқы қазақ-орыс мектебінде білім нәрімен сусындайды. 1911 жылы Қаныш Петропавлдағы орыс-қазақ училищесіне түседі. Ол 3 жыл ішінде 4 жылдық бағдарламаны меңгеріп алып, артынша Семейдегі мұғалімдер семинариясына оқуға түскен. Сәтбаевтың денсаулығы сыр бере бастағандықтан диплом алу үшін емтиханды экстернмен тапсырған. Содан кейін Томск техникалық университетіне түсуге дайындалады. Асқынған туберкулезді қымызбен емдеу үшін 1920 жылдан 1921 жылға дейін туылған өлкесінде болады. Осы кезде Қаныш Сәтбаев қазақ мектептеріне арнап алғашқы алгебра оқулығын жасауды бастайды. Бұл жұмысты 1954 жылы бітіреді. 1921 жылдың басында Қаныш Сәтбаевтың тағдыры бір кездесуден кейін күрт өзгереді. Ол асқынған туберкулезден қиналып қымызбен емделеді. Осы кезеңде Баянауылға емделуге кеңес геологы Михаил Усов келеді. 22 жастағы жігіт геология туралы әңгімелерге қызығып, 1921 жылы халық сотындағы қызметін тастап, Томскідегі техникалық училищеге түседі. 1922 жылы Сәтбаевтың дерті жолына тағы да тосқауыл болып, жас өрен ауылына қайтып оралады. Бірақ Қаныш оқуын тоқтатқысы келмей, үйінде университет курсын өтемін деп шешім қабылдайды. Бұған Баянауылға жиі келетін Усов көмектеседі. Сәтбаев жарты жылдан кейін университетке оралып, 1929 жылы оны сәтті аяқтайды. Тұңғыш геолог атанған Қаныш Сәтбаев Жезқазған және Қарсақпай ауданындағы басқа да пайдалы қазбалардың кен орындарының геологиясын зерттейді. Сәтбаев геологиялық барлау жұмыстарын жүргізді. Оның жетекшілігімен бұрғылау мастерлері, сызба сызушылары, прорабтар және тағы басқа кадрлар қалыптасты. Қазақстандық ғалым Жезқазған мыс кен орнынан қоры бұрынғыдан әлдеқайда көп екендігін дәлелдеді. Оған осы жаңалығы үшін 1940 жылы КСР-ның жоғарғы мемлекеттік наградасы Ленин ордені берілді. Қаныш Сәтбаев соғыстан кейінгі жылдары елдегі ғылымда жүрген адамдардың басын қосып, Қазақ ғылым академиясын құрды. 1946 жылы ашылған Қазақ КСР ғылым академиясының алғашқы президенті болды. Академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаев қазақ халқы мен Қазақстан тарихындағы ғылымның негізін қалаған көрнекті геолог, ғалым ретінде ғана емес, сондай-ақ өз заманының асқан сөз шебері, ойшылы және белгілі қоғам қайраткері ретінде де ерекше орын алады. Қазақ тау-кен ісінің бастау алып, жер қойнауын зерттеу ісінің қалыптасуы, Жезқазғанның дамуы академик Қаныш Сәтбаевтың есімімен қаншалықты тығыз байланысты болса, ғалымның ғылыми еңбек жолы Қазақстанның экономикалық және рухани түрде дамуымен соншалықты тығыз байланысты.